Аға, күміс планета есіңізге келе ме? Келе. Бірінші көш кеткен. Иә. Оларды көріп тұрасыз ба? Жоқ. Олар сыртынан көрем галактиканы. Планетаға мен жібермейді. Ғарыштың дұрыс. Енді олар эволюцияның жолымен бара жатыр, оған кірісіп, тиісіп, бірдемен елестетуге болмайды. Бұзылып кетеді олар. Ол өздері, өз күшіне сеніп, жылжу керек. Олар сонда көбейді ғой, бұрынға қарағанда? Әлде? Жоқ. Қонған жандардан басқа жан жоқ қой, ол жерде. Қанша келді, манадалар. Біреуісі астрал дүниесінде, біреуісі ментал дүниесінде, топырақ дүниесінде әлі жоқ адамдар. Сол себепті көбей алмайды, е? Иә, көбей алмайды. Келген адамдар, онда топырақ дүниеге уже қонған адамдар, онда біздің жерден, гиперкеңістіктен мына модульдерді тартуға болады. Ал топырақ дүниесінде адам жоқ болғаннан кейін қалай не болады? Ғарыштың заңы орындалады, 4-ші заңы. Оборот. Өмірдің обороты. Орындалмайды. Қанша ол 20 мың сөзбен өтті? Сол немені өтіп жатыр? Біреуісі ментал дүниеде енді оралуға шамасы жоқ. Оралу үшін топырақ дүниедегі адамдар болу керек. Әйелдер өмір өмір керек. Еркегі қосылады. Анау астрал дүниесінде бара жатқан адамдар тозғаны, қартайғаны ментал дүниеге өтіп жатыр. Сонда астрал дүниедегі уже адамдардың уже талай уже кетті уже, тозып жатыр. Топырақ дүниеден келмесе, онда бәрі де, онда несі бұзылады. Космос заңы бұзылады. Бірақ олар ешқада кетпейді ғой. Ментал дүниеден гиперкеңістікке бара береді. Бірақ одан несі план космостың несі орындалмаған дейді. Сонда қалай болса да бұл жерге кеме келу керек. Жақсы жолмен, жаман жолмен де, бірақ бір топ қазақтың адамдарын, қаймақ өзіне қазақтар, көшпенділер алып кету керек. Топырақтан несі қондыру. Иә, мінеке, Аташкин-ді дейді. Жүр, анда жүр кеттік Аташкин-ді. Жүр, шақырып жатыр. Бұл бастық бұл генерал. Маған беріп қойсын. Көп болады. Ағамның ет қоймасы. Бір-екі жыл бұрында сонда емтихан тапсырдым ғарыш несінде. Ғарыш құрылысында. Емтиханды сонда әр деңгейден көрсету керек шеберімді. Мынау минерал дүниесі маған қиын болды. Әрең-әрең өттім минерал дүниесінен. Ал былай, енді оқытушы
мені шығарған жоқ деңгейден, жаман оценка қойып. Оны неге шақырып, сонда соның меңгерушісі әйел адам, бәрі ғарыш мектебінің меңгерушісі. Сол айтты, сіз жақсы оценканы қойыңыз. Бұл нағыз төмен деңгей. Оның кейбір кемшілігі болса, ол түзеліп кетеді. Бұларға айтты, сіз өзіңіз шығардыңыз заңды. Әсіртен үлес сферге оқасың кейін. Бір өңгеде жеңілдік болған жоқ. Мынаған жеңілдік істеуге болады деді. Ол құрып тұр. Olmadı. Sonda bir үлкен изотопты, анау көмір ненің изотопын нөмірі тіпті сұмдық. Ондай жерінде жоқ. Ғарышта ондай изотоп. Анау алмастан да биік. Оның сапасы одан да 10 есе биік. Алмазда көмірде бір изотоп қой, несі бар менің изотоптары. Бір химиялық ненің затының. Вот изотопкасы басқаша. Алмазда көмірде химиялық несі бәрі-бір. С деген, углерод деген. Көмір. Көмірдегі. Ал ристікасы басқаша. Оның ортасында шунгит деген бар. Ол изотоппен құралған жоқпын. Сонда сол енді меңгерушісі сонда оның дауысын көтерді. Мынау құрылысы болмаса, қазіргі қиратышы болмаса, бізде де мынау мектепте де болмайтын еді, жерден әлемде. Ол бағынды. Ал өсімдікті жақсы өтіп шықтым. Ал анау хайуанаттардың несін бұрынғыдай зачет жасады Жақыптың уақытысында ол малды шығарған. Сонда анау несі бажасы Лаван айтты, шыбар малдар сенікі, а бұлай несі түстері дүзу, ақ қара менікі деп сөйтіп. Сонда ол малды суарғанда бұтақтарды тіліп суға салатын. Соған мал соны көргенде, қосылғанда, сонда олардың нелері төлден ала болып ала болып туды. Сондағы сол уже бірінші соның несі уже құрылыс несінің жұмысы генетик болған. Соны. Ал адам жағынан бәр онда 4-ші деңгейге жеткенде 4-ші деңгей уже 5-ші и 6-ші деңгейде сынға салынады. Денесі де, сезімі де, ойы да. А бұлайша тағында ғарышта бір құрылыс жасау керек болды. Экзамен өту үшін. Құрылыстың несі бағасы нағыз төмен баға болды. Комиссияның санағаны. Солай ешқандай мақтаныш жоқ. Сонда құрылыс енді шеберлік, енді ондай не жоқ қой, опыт жоқ қой. Опыт жоқ. Сонда қандай деңгейде? Сол 4-ші деңгейде ме жоқ, әлде 1-ші деңгейде ме? Жоқ, уже 6-ші деңгейдің аяғы. 6-ші деңгейдің аяғы. 4-ші деңгейге қазір аламыз әлі. 6-ші деңгейдің нағыз аяғы, сонда нені көрсету керек. Ғарышта енді дүниелерді құру. Топырағында, астралында, менталында. 6-ші сатқа шейін. Планета жасау. Планета жасау. Сонда оның аяғы уже біткенде енді амалсыз нағыз төмен деңгей. Енді ол түсінікті. Басқалары дұрыс оқылды. Өтті ғой, бәрі дұрыс. Класстан классқа өтіп, әменекі бәрі екістердің. Бәрі қиратушыдан сразу құрылысшыға, архитекторға. Биік түсінген деңгей. Ол мүмкін емес қой. Талай-талай уақыт керек, ал қуып жатыр. Уақыт жоқ. Өткізу керек, тез. Ежік, құрылысының несі деңгейі керек қазір. Жерінеге керек, өтуге. Әйтсе өте алмайды. Өлі өте алмайды жерден. Құрылыссыз, жетекшісіз өте алмайды. Біреуі жереді. Біреуісі бәрі сол ақталады, бәрі ақталады. Бәрі жердегі қылмыс, бәрі сонымен ақталады. 7 деңгейдің
галактиканың несі шыққанымен бүткіл қылмыс бәрі ақталады. Ол 1 миллион тонн жатқан көмір кішкентай бриллиант. Бағасы бірдей. Ол бастағы бүкіл адамзаттың жаман кармасы жуып шайлады. Жуып шайлады. Енді ешқашанда не анау тозақ та болмайды енді, басқа да бітті. Ол болмағаннан кейін оның несі де болмайды, сезімі де болмайды. Оған ұмтылыс та болмайды. Жаңа туған балалар жаман дегенді білмейтін бопты келіп. Бір қазақтың балалары сияқты. Сондай. Сонда мен кісіге өтіп кеттім. Сонда анау менің жетекшім енді бұлай енді амалсыздан енді бұлай енді кішкене бұлай оны қаталдығын төмендетейін деп комиссияға айтып жатыр. Көріңдерші. Бұлай шатканы қалай тазалағанын. Молекул қағат жоқ дейді. Жылтырап тұр дейді жарқырда. Строительный площадка. Қираты жоқ ол. Ол қираты жоқ. Жоқ та болмайды ешқашан жердің еді. Бірақ енді не оқылды кітап. Ол дипломный проект. Екінші кітап, ол дипломный проект. Енді орта оценкамен алынды. Жақсы оценкамен. Орталық жақсы. Ал бәрінде бәр комиссияның енді несін бұрған, сезімін бұрған. Қайданың көрсетілген 4-ші деңгейді, 4-ші, 5-ші, 6-ші деңгейді аяғы сонда. Жернедегі. Сонда олар осы қазақтың балаларын көргенде бәрін қанағат болды бәріне. Кемшіліктері жер, бірақ мынандай деңгейге, мынандай биіктікке әлі ешкім жеткен жоқ. Сізген нормальный құрышылардың біреу жеткен жоқ. Сол себептен бәрінде басылады, кемшіліктер. Мынау балалармен 7-ші курсқа, 7 деңгейге өтіп шыға жақсы сөйтіп. Сөйтіп осы балалардың арқасында, осы қазақтың балалардың арқасында. Сонда жернеде бұндай сұлу жандар жоқ. Аға, сонда мына қазақ елінің жаңағы мәдениетінің, жаңа өнерінің өсіп өркендеуі, одан кейін манағы балалардың тек қана тән сұлулығы емес, сонымен қатар мынау өнердегі керемет тамаша дауыстары, тамаша билері, өзіндік жаңағы ұлттық нақыштары, әдеби басы бая қазақтық. Соның жаңаша әлемді табындырып көрінуі сол 7-ші дәрежелі ғарыш құрылысының арқасы ғой, еңбегі. Сол, сөзсіз. Күйдің жаңағы өсіп өркендеуі, әлем мойындауы. Соның себебі. Басқа несі жоқ оның. Қазіргі дүниеде қысылып жатқан, басылып жатқан, радиоден толған анау сұмдықтар, не анау жылынған анау жалаңаш салдақылардың несі бәрде. Сонда да қазақтың өнері, мәдениеті көтеріліп жатқан соның арқасында. Қалай болса да сайтаның нелері жеңіледі. Жеңілді ана жақтан, жеңілді бұл жақтан жеңіледі. Бір жылдан кейін ұмытып кетеді, ұмытып кетеміз. Қазіргі бұрынғы, қазір балалар пионер деген, коммунист деген, Ленин дегенді білмейді. Бір қазақтың баласы сұра Ленин деген, ол Ленин дейді, Ленин дейді. Мен соған өзім алдым. Қазіргі өзбірім біздің сұмдықтарды білмейді олар. Очерк деген, не деген, профсоюз дегенің не деген. Білмейді олар. Партия шекі дегеніңді. КГБ-нің несі екенін, ГУЛАГтың. Олар білмейді, оларны өтіп кеткен. Сонда сізге құрыш ретінде бірінші тапсырма ғана күйді өркендету болды ғой, иә? Иә, бірінші күйден бастап. Күй түзелгеннен кейін енді несі өтіп жатыр. Соның аяғы сізге сол жаңағы күй несінің сыйлығы. Мінекей, қарып көрсетейін, мінекей. Мінекей жел алған, мінің аяғы, мінекей, мынандай. Сыйлық берген, енді мынау қорытыныс аяғындағы қазақтың мінекей күйлері. Мәңгілік жаңағы таспаға дискіге жазылған. Иә, дискіге. 9 дискілер, 300 күй. Соның ішінде жазылған. Бәр қазақтың күйлерінің бәрінің. Бәр нелерінде бәр. Тіпті Байжігіттің несінде бар соның күйлері бар. Бұлайша сыйлық берілген, тағы да мынандай ортасында мынандай ғасырлар сазы деген. Иә, мына ғасырлар. Ол 3-4 жыл бұрын ғасырлардың саздары. Мінекей тағында қазақтың, мінекей мынандай күйлер Құрманғазының несі.
Құрманғазы күйлерінің несі сол. Юбилейінде 150 жылдығында. Бәрі сыйлық берілген. Иә. Мынау мені тывалар, тываның қалқылары. Вот, содан келген. О да біздің туыстарымыз, о да жігіт. Бұл сонда ғарыш құрылысының ментал дүниесі арқылы жаңағы үлкен еңбегінің жемісі ғой бері қарай түсіп жатырған. Ал енді мен енді қазір қазақтың әндеріне қазақ әндерінің зерттеу қазір енді соны қолдауына бұйрық келді. Енді қазақ әндерінде көбірек көзқарас жасауда. Тәңірден, иә? Тәңірден, ашықтан ашық, дауыспен. Енді қазақтың күйлеріне көзқарас керек сенен. Әндеріне. Балалардың әндерінен бастадым, нелерден бастадым, енді қазір қазақ әндері зымырып кетіп бара жатыр, қазақтың әндері. Дәстүрлі ән. Көбі дәстүрлі әндер. Сонда аяғында мына қазақтың жыр термелері, жыраулық дәстүрі. Иә, ол нағыз биік қой. Ол әннің енді нағыз биігі. Енді мен де өсуім керек. Мен қарапайым әннен, қара өлеңнен, сіздерген біздің ақындардың өлеңдерінен халық әні болып кеткен өлеңдер сонан қазір енді басталып жатыр. Енді қазір бәрі мектептерде қазақтың балалары енді әнге құмар болды. Домбыра ол сөзсіз. Домбыра енді қазір әр мектепте тіпті программасында бар домбыра өнері. Жеңіл балаларға. Әр баланың шамасынан жеңіл күймен дәулеткердің күйлеріне шейін енді қазір шамасы бар. Ал ән салу оған дарын керек. Оған дауыс керек. Оған сезім керек, жүрек керек. Оны бұла механически орындауға болмайды қазақтың әндерін, қара өлеңдерін. Сол себептен қазір мен көріп тұрмыз, балалардың әндері, қыздардың қазір көреміз. Көп әншілер шығып жатыр, көп. Басқа жерде белгісіз қазір көрсің әндерді. Ал аға сонда қазақ оласта сөзге тоқтаған, сөз қадірін білген халық қой, сөз баққан. Сөз баққан. Сонда мұнаға бұрынғының билерінің сөзге тоқтайтындай жаңағы шеберлер шығады. Шеберлері сөзге тоқтататындай. Олар келеді, оның себебі қарышсаңымен, олар дүниеде қазір бәрде. Балап жүрген. Балап қазір мектепте жүгіріп жүрген Төле би де бар, Қазбек биіміз де бар, Майқы биіміз де бәрі сол. Сөздің шебері бәрде сол жерде жүр қазір бәрде. Сол нелерде. Ал енді қазақтың енді қазір жаңа несі күйлері шығады. Оның себебі қазір жерде енді біз 6-шы сапқа өтіп кеттік. 2001 жылдан бастап қазақтың дәуірі басталды. Қазақтың 1000 жылдығы басталды. Ол сөзсіз. 20 бәрді ғалымдар уже біледі оны. Бәрді біледі екен. Ал ол басталғаннан кейін енді қазақтың өнерді бәрді сол билейді, жерінен бәрінде билейді. Оның артынан өнер енді универсальный тіл ғой, күйдің. Оған тілмаш керек жоқ. Ол универсальный тіл. Ал әнге тілмаш керек. Бірақ қазақтың әнінің бір құдіреті тағында сөзін білмесең де әуеннен түсінуге болады, әуеннен. Әуенде де оның несі ғарыш нелері бар, оның толқындары қазақтың. Оны бұлайша сөзбен айтуға, анау Катюша сияқты болмайды. Қазақтың несін бұлай қарасаң, несі оның мотиві басқаша. Оны созып бір жерін тоқтатып, бір жерін бұлай кеңіп сөйтіп айтып. Білмесең, мотивін айта алмайсың. Сөзін біліп, қазақ. Сонда соның ішінде жатқан сыр. Анағыз бекіл жыр. Жыр. Дауыспен, қоңыр дауыспен айтатын жырлар. Қазіргі енді аз бір үлкен жүрсінен айырылдық елдос деген. Сол ислам дініне кеткеннен кейін елдос жоқ әнші болып, Бекболат жоқ әнші болып, қазір чертошка айтатын болды енді. Тіпті мазаққа түсетін болды, бір жерде бар мен түсірген мазаққа эстрадада. Сол дауысымен бір жақсы бала. Қобызымды ұмытып кетіптім, сол аруақтар маған өкпелеп, сол қобыздың дауысы шықпай қойды, енді домбыраны естіңдер, қобыз деп сөйтіп.
сөйтіп әбді мазаққа салды. Дауыс шықпайды. Бәрі қазақтың дәстүрінен, әсіресе тәңір дінінен кеткен әншілер, қобызшылар, күйшілер бәрі де айырылды дарыннан, бәрі де. Бәрі кеткен түсінгеніне де жаман болды. Сарай әншісі айырылды талай әншілерден. Шәміле білтәге теген қандай бұл тамаша болатын. Тамаша көтеріліп кеткенде сарай әнші кетеді, бітті. Жоқ. Тағында кімдер болды? Көп оны айтуға болмайды енді. Намыстарына тиеді олар адамдарды. Екіншісі Нұрбек болатымыз. Сарай әншісі. Сарай әншісі исламға, одан да ислам. Елді сол сарай әншісі емес, бірақ исламға кіргеннен кейін бітті. Алтын дауыс, қазақтың елінің алтын дауысы. 100 жылда бір рет келетін дауыс. Ол дауыстан біз айырылдық. Бітті, сол ислам алып.